19 наурыз күні елімізде парламент мәжілісі және жергілікті мәслихат депутаттарын сайлау өтті. Халық сайлады. Кандидаттарды қолдаушылардың ойы екіге бөлінді. Әрине үйреншікті жағдай. Депутатқа өте алмай қалған кандидат әділетсіздіктің құрбаны болдым деп шырылдайды. Ал сайланған депутат әділдіктің болғанына сенімді. Абай облысы бойынша сайлауға қатысқандардың үлесі 57,2% құраған. Сонымен кім сайланды, кімге дауыс берілді? Абай облысына Қазақстан Республикасы парламент мәжілісі депутаттығына бір мандатты сайлау округі бойынша Нұртай Салихұлы Сабиянов көпшіліктің дауысымен халықтың сеніміне ие болды. Семей қаласы мәслихатының бір мандаттық аумақтық сайлау округтері депутаттарын сайлауының қорытындысы бойынша Жусанбанк акционерлік қоғамы филиалының өңірлік директоры Әділет Оралбекұлы, Семей водоканал коммуналдық мемлекеттік мекеме директоры Сағандықов Еркен, жеке кәсіпкер Анатолий Калинкин, Бриллиант шығармашылық мектебінің директоры жеке кәсіпкер Еділбекова Мадина, Семей Хиросима құрылтайшысы Молдағалиева Шолпан, Абай облысы бойынша іскер әйелдер қауымдастығының төрайымы Мұрат Ахмарал көп дауыс жинап, Семей қаласы мәслихатының бір мандаттық аумақтық сайлау округі бойынша депутаттыққа сайланды. Облыстық мәслихатқа сайланған депутаттар: белгілі кәсіпкер Ақшын корпорациясының президенті Марат Құрманбаев, Зеленстрой Семей жауапкершілік шектеулі серіктестігінің бас директоры Қасқабаев Мұхаммедқали, Гордорстрой жауапкершілік шектеулі серіктестігінің директоры Қайранбаев Бауыржан және де тағы басқа депутаттар облыстық мәслихатқа сайланды. Жаңа Қазақстанда сайланған депутаттардан жаңа ой, жаңа әдіс, жаңа рух күтеміз. 27 наурыз халықаралық театр күні. Осы күнге орай Семей қалалық ішкі саясат бөлімінің қолдауымен, жастар ресурстық орталығының ұйымдастыруымен студент жастар театры 2023 фестиваль өтті. Театр халықты эстетикалық адамгершілік пен ізгілікке тәрбиелеудің маңызды құралы. Көрерменнің өзгелерге деген, басқа халықтардың өмірі мен қоғам тіршілігіне деген ынта ықыласын арттырумен қатар, достық сезімінде күшейте түсуге әсер етеді, жарқын эмоциялар сыйлайды. Бүгінгі ұйымдастырып жатқан жастар ресурс орталығына шын жүректен алғысым шексіз. Театр күнін ұмытпай еске алып, студенттерді, жастарды сол театр өнеріне қызықтырып жатқан үшін режиссер ретінде мен рахметімді айтамын. Неге десеңіздер, қазір көп жастар театрға қызыға бермейді. Ал мына жастардың ұйымдастыруменен қазір көпшілік Семей жастары, студенттері театрға деген белсенділігін арттырып келе жатыр. Жылда мен осы смотрдарға қатысып, соны байқап жүрмін. Қаламыздағы бірнеше жоғарғы оқу орындары мен колледждер қатысқан фестивальде үздік деп Шәкәрім университетінің Қарагөз жастар театры танылды. Екінші орында Семей қалалық құрылыс колледжінің Шаңырақ театры, үшінші орында Мұқан Төлебаев атындағы музыкалық училищесі мен Мұхтар Әуезов атындағы педагогикалық колледждің Исаймақ театрлары қанжығасына байлады.